Кішкентай ханзада. Бір заманда алыстағы бір ғаламшарда кішкентай ханзада өмір сүрді. Оның аты Санжар. Санжар өте мейірімді және ақылды болатын. Ол өз халқының бақытты өмір сүру үшін бәрін жасайды. Бір күні Санжар өзінің ғаламшарында бір ерекше жағдайдың болып жатқанын байқады. Халқының көңіл күйлері төмендеп, адамдар бір-бірімен сөйлеспейтін болды. Санжар бұл жағдайды түсінуге тырысты. Ол өз достары, кішкентай құстар мен жануарларға жүгінді. Неге біздің халқымыз осылай болып жатыр? Деп сұрады Санжар. Құстар мен жануарлар оған: біздің халқымыз бір-біріне көмектесуді ұмытып кетті. Олар тек өз жағдайларына ғана көңіл бөледі, деп жауап берді. Санжар бұл сөздерді естігенде, оның басында үлкен бір ой пайда болды. Ол халықтың арасында достық пен ынтымақтастықты қайта жандандыру үшін бір жоспар ойлап тапты. Келесі күні Санжар үлкен алаңға шықты. Ол өзінің халқының назарын аудару үшін үлкен баннерлеп қойды. Онда бүгін көмек күні деп жазылған екен. Алаңға келген адамдар не болып жатқанын көріп таңданды. Бүгін біз бір-бірімізге көмектесеміз. Кімнің қандай мәселесі бар, соны бірге шешейік, деп халыққа көмектескісі келді. Адамдар бастапқыда күмәнданды. Бірақ Санжардың қуанышты жүзін көргенде, олар да қызығушылық танытты. Бірінші болып ауылдың ескі шебері келді. Ол өзінің ескі үйін жөндегісі келетінін айтты. Санжар мен достары оған көмектесуге келісті. Олар бірге жұмыс істеп, үйді әдемі етіп жөндеді. Содан кейін ауылдың балалары да келіп, Санжарға көмектесу үшін жиналды. Олар үлкен бақша жасап, гүлдер отырғызды. Санжар оларға: гүлдер секілді, біз де бір-бірімізге көмектескенде ғана өсеміз, деді. Кешкісін ауанда үлкен мереке өтті. Барлық адамдар бірге ән айтып, би биледі. Олар бір-біріне ризашылық білдіріп, мейірімділікпен қарады. Санжар олардың бақытты жүздерін көріп, жүрегі қуанышқа толды. Содан бері Санжар мен оның халқы әр апта сайын көмек күні ұйымдастырып тұрды. Олар бір-біріне көмектесіп, достықтарын нығайтып, бақытты өмір сүрді. Кішкентай ханзада Санжар өзінің халқына мейірімділік пен ынтымақтастықтың қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Осылайша олар бірге қиындықтарды жеңіп, бақытты өмір сүруге қол жеткізді.